Баршаға сәлем. Осы аптаның жексенбісінде жалпы ұлттық референдум өтеді. Өткен шығарылымнан кейін Конституцияға енгізілетін өзгерістер туралы тағы қысқаша мәлімет беруді жөн санадым. Ол шығарылымда халықтың ойын біліп қайтқан едім. Сілтеме арқылы өтіп, өз ойыңызды қалдырыңыз. Қазір депутаттар да, қоғам белсенділері де, саяси блог жүргізетін журналистер де көп айтып, көп жазып түсіндіруге тырысып жатыр. Халық бірің болмаса, бірімізді көріп, қажетті ақпарат алар деген оймен қысқаша мәлімет беріп кетейін. Сіздермен әдетінше мен Шолпан Сағадат. Басталмас бұрын арнаға жазылып, лайк басуларыңызды сұраймын. Қазақ тілі контентті дамытуға өз үлесіңізді қосыңыз. Кеттік. Өзгерістерге қысқаша тоқталып кетейін. Енді президент ешқандай партия құрамына енбейді. Бұл дегеніміз Аманат партиясының енді басымдыққа ие, қолдауға ие партия болмайтынын білдіреді. Демек, 2 жылдан кейін ел тарихында алғаш рет президент партиясы сайлауға түседі. Президент аудан, қала және ауыл әкімдерін жұмыстан босата алмайды. Суперпрезиденттіктен президенттікке өту деген осы. Оған қоса аудан не қала әкімі болып, бас партия мүшесі емес, өзге де оппозициялық партия мүшелері сайлана алады. Депутаттар саны 107-ден 98-ге қысқаратынын өткенде айттым. Ол не береді? Әсері шамалы болар. Бірақ бір ескеретіні, енді депутаттардың 30%-ы бір мандатты сайлау округінен сайланады. Демек, парламентке сайланатындарды көзбе-көз көре алатын боласыздар. Сонымен қатар, жұмысын атқармаған жағдайда мандатын шақыртып алуға құқығыңыз болады. Ал облыс әкімдері маслихатта өтетін сайлаудан кейін ғана тағайындалады. Бұрын партия құруға 20 мың адамның қолы қажет болса, енді бұл меже 5 мыңға қысқартылды. Ал бұл талапты орындаған партия шынымен де тіркеле ме, жоқ па, ол басқа әңгіме. Тағы енетіндері бар. Көп жерде тек сөйлем құрамы өзгереді. Толығырақ ресми ақпарат көздерінен оқи аласыздар. Сілтемесін видео астына тіркеймін. Байқаған боларсыз, халық әдетінше маңызды шара болса, елдің басты мәселелері қамтылады деп сеніп отыр. Олар білім және медицина саласында жаңғыртулар енеді. Еңбекақы өсімі болады, әйелдердің зейнет жасы бұрынғы межеге қысқарады, тағысын тағы қоғамдық әлеуметтік мәселелер қарастырылады деп сенуде. Зейнет жасына қатысты әйелдер петиция жариялап, қол жинап жүр. Референдумға баруға да ниетті. Бірақ дәл осы мәселе көтерілмегендіктен бюллетенде әйелдердің зейнет жасы 58-ге түсірілсін деп жазу қалдырамыз деп отыр. Бұл бюллетендер бүлінген саналып, дауыстары мүлдем қабылданбайтын болар. Айтпағым, бұл әрекет мәселені шешуге көмегін тигізбес. Осы жерде зейнет жасына қатысты еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенованың жауабын келтірейін. Министрдің айтуынша, зейнет жасын төмендету халық табысының азаюына алып келу мүмкін. Жасты төмендету азаматтардың қосымша алатын қаражатының кемуіне әкеледі деді. Демек, бұл мәселе жақын арада не тіпті шешілмеуі мүмкін. Қоғамды референдумға барынша жұмылдыру үшін көптеген тәсілдер пайдаланылып жатыр. Қара халық жеңе алатын ауқымды шараларда референдум сөз етіледі. Блогерлер, тиктокерлер, түрлі қисынсыз видеолар. Барлық жарнамада, барлық видео үндеулерде референдумға барып, өзгеріс үшін дауыс бер деп үгіттеуде. Неге бірде-бір депутат өзгеріске қарсы шықпады? Бұл тараумен келіспеймін, одан да өзге мәселе көтерілгені дұрыс деп неге халық қалаулылары шықпады? Барлығы референдумға барда өзгеріс үшін дауыс бер дейді. Неге референдумға барда өз таңдауыңды жаса демейді? Референдумға бару маңызды, бірақ ұсынылып отырған өзгерістермен келіспесем, жоқ жауабын таңдауым керек қой. Мойындау керек, қыруар қаражат жұмсалған пиарларыңыз кәсіби жасалып жатқан жоқ. Барлық ресурсты тек бір жауапқа жұмылдырып жатқандарыңыз айқын. Мысалы, біреуіне ақпараттық қамтылуы ұнамас, бірі форматын қолдамас. Енді бірі 65 өзгерісті бірден емес, жеке-жеке дауысқа салуды жөн көрер. Бұны ескеру керек еді. Қоғам белсенділерін қалауынан тыс қысыммен халықты шақыртуға яки агитация жүргізуге міндеттеуде. Мүгедектердің мүддесін қорғап жүретін қоғам белсендісі Дайретке жазғандарынан үзінді келтірейін. Бірақ ол кісінің сұрауымен жүзін көрсете алмаймын. Дауысын шамалы өзгертуге тура келді. Что я хотел услышать, я, конечно, не услышал. И принудительная агитация без толкового разъяснения тех самых поправок. Была такая ситуация, что говорили давайте обойдем острые углы, давайте не будем обострять население, подготовимся к вопросам, и нужно как-то заставлять. Даже можно было так сказать, что даже если не было сказано заставлять, я понимал, что придется заставлять. Вот именно, что это идет, людей заставляют, и многие люди, я как вижу в районах, они вообще не понимают, о чем идет речь. Міне, жаңа Қазақстанға ескі Қазақстан әдістерімен қадам басып жатырмыз. Билік басындағылар бұны білмеуі де мүмкін, ал жергілікті әкімшілік өңірлерде бұлай жасап жатқаны мәлім. Бұны сол баяғы жағымпаздану, көзге көріну үшін жасап жатқан әрекет деп ұғамыз ба? Халық болып сайлаймыз делінгенмен Нұр Отаннан шыққандар бұрынғы әдеттерін қояр емес.
Эксперттердің ойына келсек, шын мәнінде референдум кезектен тыс парламенттік сайлау алдында жүргізілетін дайындық. Биыл емес, келесі жылда өткізіліп қалуы мүмкін. Жыл соңына дейін бар жоғы жарты жыл қалды. Ол уақытта партиялар тіркеліп, сайлау алды дайындық жұмыстарын жүргізіп үлгермейді. 5 маусым күні Конституцияға түбегейлі өзгеріс енбейді. Ұсынылып отырған 30-дан аса бапты, 60-тан аса тармағын заңгерлер мен саясаттанушылардың өзі егжей-тегжей қарастыра алмай отырғанда, қарапайым халық бұны оқымайтыны анық. Сондықтан асығыстық пен жүйесіз техникалық дайындық бұл референдумды тиімсіз етіп отыр дейді. Қазір Тоқаевтың рейтингі жоғары. Бұны референдумда көрсетеді. Бірақ біз тағы қателесіп, бір адамға қарап қалып, оған соқыр сенім артып қалуға жақынбыз. Бұның неге әкеп соғатынын білесіздер. Жақсы, ол өз міндеттерін атқарады. Сол себепті сіздер оған сенім артасыздар делік. Бірақ қанша жерден сенсеңіз де, өзің үшін, отбасын үшін, болашағын үшін тиімді ұсыныстар болса, онда қолданыңыз. Тиімсіз болса, қолдаудың қажеті жоқ. Әрқашан, әр жағдайда өз таңдауыңды жасау керектігін ұмытпаңыз. Қысқаша айтқанда, құрметті көрермен, референдум ел үшін маңызды. Бірақ өзгерістерді қолдайсыз ба, жоқ па, оны өзіңіз шешіңіз. Барынша жауапкершілікпен таңдау жасауға тырысыңыз. Ойыңызды видео астына қалдырып кетіңіз. WhatsApp, Instagram желілері арқылы таныстарыңызға, туыстарыңызға таратсаңыз болады. Қолдауларыңызға алдын ала алғыс білдіремін. Келесі кездескенше.